Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Слушаш. Бүгін сіздермен құрамы өте қарапайым, қол жетімді заттардан дайындалатын, оның үстіне өте дәмді әрі тез дайындалатын тосап қосылған пирог дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркелуді, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен өзіңіз қалаған вареньені ыдысқа салып аламыз. Менде черниканың вареньесі мен абрикостың вареньесі. Оның үстіне жарты шай қасық ас содасын салып араластырып, 10-15 минутқа қалдырамыз. Уақыт өткеннен кейін өзі осылай көтеріліп тұрады. Оның үстіне жұмыртқамызды венчикпен араластырып, немесе миксермен араластырып алсаңыз болады. Жұмыртқамызды соғып алып, үстіне қосамыз. Тағы да барлығын жақсылап араластырамыз. Барлық заттардың көлемін описаниеда қалдыратын боламын, сол жерден қарап алсаңыздар болады. Оның үстіне қантымызды қосамыз. Тағы да барлығын жақсылап араластырамыз. Үстіне ванилин немесе ванилинді қантты қосамыз. Қоспасаңыз да болады, өз қалауыңыз бойынша. Шым-шым тұз салып, тағы да барлығын жақсылап араластырып жібереміз. Осының үстіне бөлме температурасындағы айранымызды қосамыз. Пирогты міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Енді үстіне ұнымызды саламыз. Қандай варенье қолдансаңыз, сол пирогтан сол вареньенің иісі шығып тұрады. Шынымен де менде мұнда черниканың иісі шығып тұр. Өте дәмді, әрі хош иісті болып шығады бұл пирог. Ұнымызды салғаннан кейін тағы да барлығын жақсылап араластырамыз. Ұнымызды біртіндеп қосып отырамыз. Міне осындай масса шығу керек. Енді осы дайын болған пирогтың қамырын формаға салатын боламыз. Мен осындай арнайы кекс пісіретін формаға саламын. Сіздер өз қалауыңыз бойынша кез келген формаға салып пісіруіңізге болады. Осы кезде пешті міндетті түрде 180 градусқа қыздырып қоямыз. Пирог шамамен 35-40 минуттай піседі. Егер күйген иісі шығып жатса, онда пешіңіздің температурасын сәл бассаңыз болады. Піскен кезде міне осындай өте әдемі болып, көтеріліп, күшті болып шығады пирог. Қазір кескендегісін көрсетемін. Шын мәнінде иісі де, дәмі де өте күшті. Дайындап көруге кеңес беремін. Ортасы міне осындай болып шығады. Өте жұмсақ. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Слушаш ас болсын.